Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ұлжанай. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі көрінетін және де дәмді болып шығатын француз етінің, яғни мясо по-французскийдің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл тағам қонақ аяқ астынан келген кезде тез дайындалады және де өте әдемі көрінетін дәмді тағам. Міндетті түрде менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Ол үшін қажетті заттар: тартылған ет, яғни фарш, картоп, пияз, қызанақ, майонез, ірімшік, яғни сыр және де тұз бен бұрыш. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерімен төменде описаниеде толық көрсетілген. Енді дайындалуына келетін болсақ, алдымен тартылған етке бір ас қасық сүт құямыз, одан кейін оған дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз да барлығын жақсылап тұрып қасықпен араластырып аламыз. Содан соң картопты тураймыз. Картопты жіңішке және де осындай дөңгелек етіп турасаңыз әдемі болады. Жіңішке етіп турау маңызды, мінекей осындай болып, себебі картоптың пісуі қажет. Ол ұзақ піседі, сол себепті жіңішке етіп тураңыз. Содан кейін жуаны да осындай полукольца, яғни жардай тәрізді етіп турап аламыз. Содан соң қызанақты тазартып және оны да осылай дөңгелек етіп, осындай қалыңдықта турап дайындап аламыз. Содан соң ірімшікті, яғни сырды үккіштің осындай үлкен бөлігінен өткізіп барлығын дайындап аламыз. Мінекей дайын. Содан соң картопқа бір ас қасық шамасындай май қосамыз және де тұз бен бұрыш қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін пісіретін форманы дайындаймыз. Мен осындай газдың противенін алдым және де үстіне осындай төртбұрышты темір форманы қолдандым. Және де противенге осылай күнбағыс майын жағып аламыз, асты жабысып қалмас үшін. Содан кейін картоптардың барлығын орналастырып аламыз. Ыңғайлылық үшін осылай қолмен теп-тегіс етіп орналастырып алсаңыз болады. Содан кейін оның үстіне дайын тұрған жуаларымызды осылай салып шығамыз. Және содан соң майонезді осындай мешокқа құйып, әдемілік үшін және де ыңғайлылық үшін осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Ол қалауыңызша майонездің орнына қаймақ қолдансаңыз да болады. Содан соң дайын тұрған етімізді алып, осылай етіп барлық жеріне біркелкі етіп жағып, орналастырып аламыз. Яғни барлық жеріне жететіндей етіп, осылай қолмен әдемілеп орналастырып алсаңыз болады. Содан соң қызанақтарды орналастырамыз. Осындай дайын тұрған дөңгелек қызанақтардың барлығын бетіне орналастырып аламыз. Және де 180 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут бойы пісіреміз. Мінекей дайын болды, 45-50 минуттай өтті. Содан соң ірімшікті, яғни сырды салып аламыз. Егер де ірімшікті, сырды бірден салып жіберсеңіз, онда ол кеуіп кетеді. Сол себепті тек 10 минут қалғанда салып, оны пеште 8-10 минут бойы пісіріп алсаңыз, сонда сырыңыз әдемі болып еритін болады. Сіздерге менің видеом ұнады әрі түсінікті деген ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде лүпіл басып, пікір қалдырып кетіңіз. Және де менің Instagram парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ол жақта да өте қызықты.